Salamatçılarına bağlar. Bugünkü bizim takırıp şiir bizim ortak uyumuz. Sabahın direkt sözü şiir adamның бесігі халық даналығы. Қане балалар, барлығымыз бірге қайталайық. Жер адамның бесігі халық даналығы. Жарайсыңдар балалар. Енді сендерге жер туралы кішкене мәлімет беріп кетейін. Жер біздің ортақ үйіміз. Ол адамдардың тіршілік мекені. Көл, орман, тау-тас, жануарлар, өсімдіктер, құстар барлығы жер бетінің сыйы. Жер бізді асыраушы анамыз. Жер жалғыз анамыз. Жерді көздің қарашығындай сақтап, қадірлеп, аялап сүруіміз міндеттіміз. Жер бетінде өмір сүріп жатқан адамдардың барлығының тілегі бейбітшілік. Келесі мен сіздерге менің сыйым бар дүниеңгі видеоны ашып тыңдайық. Жер біздің орталығымыз. Барлық ғаламшарлардың ішінде жер шары ең әдемі, ең бай, өмір сүруге ең қолайлы планета. Жерде адамдар, құстар, жан-жануарлар мекен еткен. Жердің 79% судан тұрады. Жер бетінде тек адамдар мен жануарлар ғана емес, өсімдіктер өмір сүреді. Жер бетіндегі тіршілік адамдар мен табиғатқа ортақ. Демек, табиғат пен адамдардың өмірі бір-біріне тікелей байланысты. Жердің байлығын, табиғатын, жан-жануарларын дұрыс пайдаланбасақ, қорғанбасақ, жер бетіндегі тепе-теңдік бұзылады, тіршілікке нұқсан келеді. Жер, су, күн мен жылу, ауа, тіршілік көздері болып табылады. Сондықтан осы тіршілік көздерін ластамай, бекер ысырап етпей, аса сақтықпен пайдалана білуіміз керек. Зауыттан шыққан қалдықтар, түрлі қоқыстарын өртеу, машиналардан шыққан зиянды газдар және абайсызда шыққан өрт ауаны ластайды. Кейбір жануарлар мен құстар және өсімдіктер жойылып кетудің алдында тұр. Сондықтан оларды қызыл кітапқа енгізген. Осы қызыл кітапқа енген аңдар мен құстар, өсімдіктер мемлекеттік қорғауға алынған. Өйткені оларды қорғамаса, олар жер бетінен мәңгі жойылып кетеді. Мен Қазақстанда тұрамын. Қазақстан ең ірі мемлекеттердің бірі болып табылады. Қазақстанның көркеюіне бүкіл ел болып атсалысуда. Қазақстанның келешегі онда тұрған халыққа тікелей байланысты. Әрбір адам бір мүдде, бір бағыт, бір мақсатта жұмыла еңбек етсе, елімізді болашағы тез жарқын болады. Туған жер, туған ел. Осы екі ғана сөзде қаншама мағына, қаншама ой жатыр десеңізші. Туған жердің қадірін әр адам әрқалай түсінетін шығар. Ал мен үшін туған жер қадірі дүниедегі ең ұлы деген нәрсемен пара-пар. Себебі ол менің әкештеген анам, аялай өсірген әкем. Жақсы балалар, келесі шығармашылық жұмыс. Дәптермен жұмыс. 144-ші бетте 3-ші тапсырманы орындаймыз. Сөйлемдерді жалғастырып, дәптерлеріңе жазып келіңіздер. Келесі сіздерге бейне баянды бірге тамашалайық.
келесі тапсырмамыз сіздерге түсінікті деп ойлаймын. Келесі сабаққа дейін сау сәлематта болыңыздар. Назар салып тыңдағандарыңызға рахмет.